Халық банк туралы 10 дерек. Қазақстанның ұлттық банкі немесе Қазақстан халық банкі немесе жай ғана халық банк Қазақстан Республикасының жүйе құраушы әмбебап коммерциялы банк болып саналады. жылғы желтоқсандағы жағдай бойынша ол қазақстандық банктер арасында меншікті капиталы бойынша бірінші орынды иеленеді. Банктік сақтандыру, брокерлік және лизингті қызметті жүзеге асыратын халық тобының бөлігі. Жылы банк Тәжікстан мен Ресейдегі еншілес қаржы институттарын сатып, тек Қырғызстан, Грузия және Өзбекстандағы еншілес банктерді қалдырды. Орталық кеңсе Алматы қаласында орналасқан. Жылдың 28 шілдесінде Халық банкі Казкоммерцбанкті 1 теңгеге сатып алды. 2023 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Қазақстан халық банкі акционерлік қоғамының негізгі акционері халық банкінің орналастырылған акцияларының жалпы санының 69,7% иелену үлесімен Алмекс Холдинг Групп акционерлік қоғам болып табылады. Алмекс тобын Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың күйеу баласы және қызы Тимур Құлыбаев пен оның жұбайы Динара Құлыбаева паритеттік негізде басқарады. Қалған акциялар ГДР иелеріне тиесілі. Банктың басқарма төрағасы Үміт Шаяхметова 2009 жылдан басқарма төрайымы, директорлар кеңесінің төрағасы Александр Павлов. Бұған дейін банкті басшылық қызметтерін атқарғандар: Зейнолла Кәкімжанов 1994-97 жылдары банктың басқарма төрағасы, Едіген Моханов 1997 жылы банктың басқарма төрағасы, Кәрім Мәсімов 1997-2000 жылдары банктың басқарма төрағасы, Әнуар Сайденов 2000-2002 жылдары басқарма төрағасы, Қайрат Сатылғанов 2002-2003 жылдары басқарма төрайымы, Әсия Сырғабекова басқарма төрайымы болды. 2003-2005 жылдары Григорий Марченко 2005-2009 жылдары басқарма төрағасы болған. Банктың филиалдық желісі Қазақстандағы ең ауқымды және 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша 24 филиал мен 565 сату арнасын қамтиды. Жылдың тамызына қарай халық банкіндегі жеке тұлғалардың депозиттерінің көлемі 372 миллиард теңгеге өсіп, жалпы сомасы 4,69 триллион теңгені құрады. 2022 жылдың тамызына қарай банк бөлшек депозиттер нарығының 34,2% алып жатыр. Ұзын қатарлар үшін сынға ұшырады. Сондай-ақ клиенттердің ақшасына өз қалауы бойынша пайдаланған фактілер анықталды. Банк сапаның төмендігін оның республика бойынша бөлімшелері көп, сондықтан да сапа барлық жерде бірдей емес деп ақтайды. Назарларыңызға рахмет.